Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз құқық негіздері пәні бойынша білім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл бізде жалпы 2-ші тоқсанға арналған бірінші БЖБ тапсырмаларыңыз. Жалпы бұл 2-ші тоқсанда сіздер құқық негіздері пәнінен бір-ақ рет қана БЖБ тапсырасыздар. Сол себептен сіздер бұл БЖБ-дан жақсы тапсырып шығуларыңыз қажет. Бізде жалпы бөлім жария құқық бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Тапсырманы орындайық. Төменде берілген түсініктермен танысып, анықтамасымен сәйкестендіріңіз деген, жалпы анықтамасымен сәйкестендіріңіз деген. Бізде қоршаған табиғи ортаны қорғау, бізде В болады. Табиғат пен адамның өзара үйлесімді іс-қимылына, қоршаған ортаның сапасын жақсартуға, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен толықтыруға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық шаралар жүйесі. Келесі бұл экологиялық құқық. Бұл бізде аға жатады. Ол қоршаған ортаны қорғау, экологиялық зияндардың зардаптарын алдын ала ескерту, адамды қоршаған табиғи ортаны сауықтыру және сапасын арттыру жолында адам мен табиғаттың өзара қоғамдық экологиялық қатынасын реттейді деген. Үшінші, табиғат байлықтарын тиімді пайдалану. Қоғамның материалдық, мәдени және басқа қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоршаған ортаның шаруашылық және өзге қызмет процесінде пайдаланылатын құрамдас бөліктері. Биологиялық ресурстар, генетикалық ресурстар, организмдер немесе олардың бөліктері, популяциялар немесе экологиялық жүйелердің адамзат үшін нақты немесе ықтимал пайдасы немесе құндылығы бар кез келген басқа да биотикалық компоненттері. Соңғысы бұл генетикалық түрлендірілген организмдер, бұлар дыға жатады. Тұқым қуалайтын генетикалық материалдың өсімін молайтуға немесе оларды беруге қабілетті табиғи организмдерден ерекшеленетін гендік инженерия әдістері қолданыла отырып алынған және құрамында гендік инженерлік материал гендер, олардың фрагменттері немесе гендер комбинациясы бар организмдер. Бірінші тапсырманы толықтай орындадық. Келесі екінші тапсырмаға көшейік. Берілген құқықтық жағдаятпен танысып, кәмелетке толмаған баланы қылмыстық жауапкершілікке тартудың ерекшеліктерін жазып көрсетіңіз деген. Бірінші жағдаят, кәмелет жасқа толмаған азаматтар М және Г 25 қаңтар 2013 жылы сағат 16:30 шамасында Станкевич көшесінде орналасқан Алматы 1 сауда орталығының қасында кәмелет жасына толмаған Ш-ның өмірі мен денсаулығына қауіпті емес күш қолданып, ашық түрде оның ақшалай қаражатын иемденген. Аталған іс-әрекеттермен соңғының заңды өкіліне 6000 теңге мөлшерінде материалдық шығын келтірілген. Кәмелет жасқа толмағандар жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына қауіпті емес күш қолданып, ашық түрде оның ақшалай қаражатын иемдену қылмыстық кодекстің қай бабына сәйкес деген. Бұл жерде жалпы жауап А жауабына сәйкес келеді. Жалпы бұл тонау 191 бап. Келесі жағдаятқа сәйкес кәмелетке толмаған М және Г қылмыстық кодекске сәйкес қандай жаза тағайындалады? 191 бап. Тонау жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына қауіпті емес күш қолданып, ашық түрде иемдену. Сот тарапынан тағайындалатын жазаны ауырлатуға немесе жеңілдетуге бола ма деген. Болса, болмаса қандай негіздер бойынша? Қылмыстық кодекске сәйкес кәмелетке толмағандарға жеңілдетілген немесе ауырлатылатын жаза тағайындалуы мүмкін, бірақ нақты жазаны сот шешеді.
ауырлататын жалпы жағдайлар, әрекеттің қайталануы, жеңілдететін жағдайлар, кәмелетке толмауы, өкіну және материалдық шығындар. Жалпы материалдық шығынды өтеген жағдайда жазаның жеңілдеуі мүмкін. Келесі 3-ші тапсырмаға көшейік. Мемлекеттік қызметтегі сыбайлас жемқорлыққа қатысты жағдаятпен танысып, қолданылатын жазаны жазып көрсетіңіз деген. Б. Ұлттық басқарушы жалпы холдингі Ақы басқармасының бұрынғы төрағасы КБ ОГ ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Ш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі араларында Қ облысында шыны зауытының құрылысын жүргізуге шарт жалпы жасау үшін 2 миллион ақш доллар мөлшерінде пара алғаны үшін кінәлі деп танылды. Одан басқа сотта ол бір топ адаммен жоғарыда көрсетілген зауыт құрылысы кезінде жалпы 1 миллиард 154 миллион 890 мың 185 теңге аса ірі сомасында ақшалай қаражатты жұмсауын ұйымдастырғаны анық дәлелденген. Сондай-ақ қ.б. бір топ адаммен алдын ала сөз байласу бойынша Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын іске асыру кезінде бірнеше рет аса ірі мөлшерде жалпы сомасы 345,5 миллион теңге болатын пара алып отырған. Сот қандай үкім шығаруы тиіс? Сот үкімі бюджеттен қаражатты жымқыру, ысырап ету үшін жаза. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 189 бап сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе ысырап ету бойынша аса ірі мөлшердегі қаражатты мақсатсыз жұмсау қылмысы үшін пара алу және бюджет қаражатын мақсатсыз жұмсау аса ауыр қылмыс болып табылады. Келесі тапсырма. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес қандай жаза тағайындалуы мүмкін деген. Бізде жалпы қылмыстық кодексі бабы Қазақстан Республикалық қылмыстық кодексінің 366 бабы пара алу және 189 бабы сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе ысырап ету бойынша сот үкімімен пара алғаны және ірі соманы ысырап ету қылмыстары үшін 7 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалуы мүмкін. Келесі тапсырма. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңның қандай нормаларын бұзды? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 12 бабын сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу және 15 бабын қызметтік өкілеттіктерді теріс пайдалануға жол бермеу бірнеше рет бұзған. Қылмыстық кодекстің 189, 262 және 366 баптарының талаптарын бұзды. Құрметті оқушылар, осымен біз тапсырмаларды толықтай орындаған болатынбыз. Бізде толық балл 11 балл, осы 11 балдың толықтай 11 балын жинап өткен болатынбыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда сіздерге жалпы тәжірибелеріңізге сәттілік тілейміз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалауды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.